Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай дәмді, әдемі, ауызда еритін меди самсаның рецептін ұсынамын. Ең алдымен ұнға қопсытқыш, қант тұзын қосып, жақсылап араластырып алу қажет ұнды. Сары майды салып, ұнда үгітіп аламыз. Оның үстіне сүт пен жұмыртқаны қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Қамырды 15-20 минутқа тоңазытқышқа жібердім. Және начинкасын дайындап алдым. Менде тартылған ет пен пияз, өз қалауларыңызша қоса бересіздер. Қамырды ыңғайлы болу үшін 3 бөлікке бөліп аламыз. Және видеодағыдай жұп-жұқа етіп қамырды жаямыз. Міне осылай екі шетін жиырамыз. Және осылай жайып аламыз. Ортасына начинкасын қойып шығамыз. Екі шетін бір-біріне жабыстырып аламыз ұштарынан. Және осылай орталарынан қысып шығамыз. Міне осындай болып шығады. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут сеуіп шығамыз. Міне осылай болып піседі. Өте әдемі, дәмді болды. Ас болсын.